Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Видеоның соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Менде жаркое орама деп аталады деп ат қойдым. Етті осы жақсылап қуырып аламыз біріншіден. Содан кейін 2 пияз қосамыз қазір. Біреу үлкендеу, біреуі кішіректеу. Енді осыны жартылай сақиналы қылып тураймыз, сыртын тазалап аламыз біріншіден. Турап осылайна саламыз. Жарты қасық, шай қасық бұрыш, тұз 1 қасық толтыра осылай. Жақсылап араластырамыз. Томатты қуырып атқанда қоссаңыз болады, немесе қоспасаңыз да болады. Осыдан жақсылап қуырып, краннан су құямыз. Ет суға батып тұру керек. Бұл тамақ өте дәмді, істеп көрсеңіздер болады. Қамырын еттің нанын жайғандай қылып жайдым. Бірақ ортасына көк пияз немесе фарш қосқан дұрыс. Мен укроп қостым. Укроппен дәмі орташа болды. Көк пиязбен өте дәмді болады. Желательно көк пияз немесе тұз бен бұрыш араласқан фарш қоссаңыздар болады. Мен еті піскенше қамыр едім. Орта қасық чайный ложкамен тұз, содан кейін 2 жұмыртқа қосам, ортасын шұңқырап. Сонда тестам езіліп кетпейді. 2 жұмыртқаны қосам, 2 немесе 3 столовый ложка үлкен қасықпен сұйық май қосамыз. Езіліп кетпеу үшін, жақсы пісу үшін. Содан кейін еттің қамыр қысытып жайып, ортасын орама қып, орайсыздар ғой, сондай қып орап, ортасына көк пияз нетесіздер, сеуіп жан-жағына. Орайсыздар, ортасында көк пияз болады. Өте керемет, ең қандырдық. Енді төңкеріп қойып, картоп, қияр тазалап, қуырттаққа турағандай қып турап аламын. Өте керемет қып, ең қандырдық. Осыдан төңкере тұрамыз. Енді кезек мына картошка, қиярды тазаладым. Осылай турап алдым. Енді етіміз пісуге айналғанда осыларымызды қосып, бұлар пісіп қалған кезде жаңағы қамырымызды жайып, ортасына көк пиязымызды сеуіп, немесе фарш севестер салмасына. Содан кейін осылайнан томат қостық, араластырып алам. Негізі пияз қуырып атқанда салған жақсы, томатта өте дәмдірек болады. Мен ұмытып кетіппін. Есіме шығып кетіпті. Содан кейін картоп үстіне салсам, міне осылай дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі рецепт түсіргенше қош сау болыңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет. Сау болып тұрыңыздар.